деген қиын нәрсе. Адамның қалағаны бойынша өмір сүрудің өзі қиындау бұл заманда. Мінекей өткен жылдың аяғын ала бере бүкіл әлемге жайылған дерт бүгінгі күні күшейген соншалықты бүкіл дүниесін бәрін түгел шалып алды. Бұл дерттің шығу тарихını қазір ғалымдар әлі зерделей қойған жоқ. Дегенмен бірақ бұның зардабы өте үлкен бола ма деген ойдамын мен өз басым. Неге? Өйткені күніне тек қана Италияның өзінде мыңдаған адам өліп жатыр. Өмірімен қоштасып. Америкада соған жақын болды, қазір 800 адам күніне кетіп жатыр. Бұл алпауыт мемлекеттерде онша білінбеуі де мүмкін. Бірақ біздің Қазақстан сияқты халқы аз, сирек орналасқан жерлерде бұл өте ауыр соғуы мүмкін. Әрине, кез келген мемлекетте болатын болсын, соның халқының шығын болуы соғыссыз, басқасыз ол бір ауыртпалықта келетін рас. Бірақ осыған қажырлықпен қарсы тұратын күшті біз қайдан аламыз? Әңгіме осының төңірегінде болуға тиіс. Қалай күресеміз? Оған қандай амал айла табылады? Өйткені бүгінгі ғалымдар әлі бұған өзінің лайықты дәрі-дәрмегінде тауып беріп жатқан жоқ. Өйткені біз бұған адамзат баласы дайын болмай шықтық. Енді бұған тек қана үлкен іс-шараның өзі сол болмақшы, бұл біздің оқшауланымыз. Мына мемлекеттің басшылары қойылып отырған қазір талаптарда сосын медицина қызметкерлерінің қойып отырған алға тартып отырған талаптары да бұл тәртіпке бағыну. Тәртіпке бағынған кезде мінекей қанша күн болды қазір карантинін жариялағаннан бері қарай көшеге шықпау, бейсауат жүрмеу, адамдар бірімен бірі жаңа амандасқанда немесе кездескен кезде сақтық шараларын бәрін түгел сақтау. Бұл негізгі шарттардың бірі осы болуға тиіс. Біз саналы азамат есебінде, саналы халық есебінде біз осы шарттардың бәрін түгел орындауға тиіспіз. Өйткені біз орындамайтын болатын болсақ, біз сол өзіміздің оспадар қылығымызбенен ертеңгі күні өзіміздің болашағымызды, яғни жастарымызды, балаларымызды, ұрпақтарымызды, немесе туған туысқандарымызды ауру жұқтырып, ол кеселдің кең тарауына жол ашуымыз мүмкін. Ол бұның зардабы өте үлкен болады. Сондықтан да әсіресе мына саналы азаматтар бүгінгі күнге осы мәселенің бәрін түгел саналы түрде ақыл оймен парасаттың төңірегінде келгені дұрыс шығады ойлаймын өз басым. Өйткені біз осындай бірімізге біріміздің ілтипатымыз арқылы, бірімізге біріміздің сыйластығымыз арқылы ауруды жеңе аламыз. Әйтпесе, әйтеуір келген нәрсе екен ғой деп, қалай болса солай бұған жеңіл-желпі қарайтын болатын болсақ, бұның зардабы біз үшін, әсіресе біздің ұрпақтарымыз үшін өте ауыр болуы мүмкін. Қазір мына газет журналдардан, телевидение хабарлардан естіп жатқанда шығасыздар, кейбір отбасыларда 7-8 адамға дейін ауру жұқтырған. Бұл нені айтады? Бұл сол отбасының әлі жауапкершілікті сезіне алмағандығын көрсетеді. Соның біреуі бір жерден ауруды жұқтырды, келді де отбасынан бәрін жұқтырып отыр. Немесе кейбір аурудың сол белгісі бар адамдар ауруханадан қашып жүр. Бұл нені айтады тағы да? Бұл сол адамдардың санасының әлі бір жолға түспегендігі сараламағандығын көрсетеді. Сондықтан да ағайын, біз өзімізге өзіміз абай болайық. Өйткені біз сол санамен ғана, сол парасатпен ғана біз осы ауруға деген, тіптен тек халқымыздың ынтымағына деген, халқымыздың болашағына деген саналы түрдегі өзіміздің күресімізді алға қоя аламыз. Және сонымен біз күрес аламыз, және сонымен біз жеңе аламыз. Сондықтан да мен сіздерден де осыны өтінген болар едім. Шама келгенше тәртіпке бағынып, алға қойған қандай мақсат бар?
мына үкіметіміз қазір әртүрлі жағдайлардың бәрін ұсынып отыр. Медицина да ұсынып отыр мәселені. Оқшаулану мәселесі. Әзірге осы мәселенің төңірегінде біз өзіміз ұстауымыз керек сияқты. Той томалақ деген сияқты, және басқа да бір үлкен кішілі жиындардың бәріне түгел баруды, немесе соны ұйымдастыруды тоқтату, бұл біздің азаматтық парызымыз болады. Сондықтан ағайын үлкен саналылық танытайық.